Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Есімім Абдуллаева Мөлдір. Жасанды интеллектіні оқытуда қолданудың мүмкіндіктері. Жалпы жасанды интеллектіні оқыту үдерісінде қолдану мақсаты жасанды интеллектіні оқыту үдерісіне енгізу арқылы мұғалімнің педагогикалық шешімін қабылдау тиімділігін арттыру болып табылады. Ең алдымен қолданатын жасанды интеллектім ол гамма-ай жасанды интеллекті. Осы жасанды интеллекттің көмегімен 7-ші сынып оқушыларына атмосфералық қысым тақырыбы бойынша презентация жасайтын боламыз. Дайт эй батырмасын басамын. Бізде осындай арнайы тақырыбымызды жасатын терезе ашылатын болады. Осы жерге өзімізге керек тақырып бойынша презентация жасай аламыз. Мысалы, менде 7-ші сынып оқушыларына физика пәні бойынша атмосфералық қысым тақырыбы бойынша презентация жасау командасы берілді. Міне бұл біздің дайын болған презентациямыз. Біз оны өзімізге сай форматта PDF немесе PowerPoint-та сақтап аламыз. Менің өзім PowerPoint-та сақтадым, және бұл өзіміздің загрузки. Осы загрузки бөлімінен біз өзіміздің презентациямызды ашып қолдана берсек болады. Бұл міне атмосфералық қысым бойынша барлық ақпараттар осы презентацияда көрсетілген. Яғни аздаған уақыттың ішінде презентация жасай аламыз және өзіміздің уақытымызды тиімді пайдалана аламыз. Сонымен қатар сабақты қызықты өткізу мақсатында жасанды интеллекттің көмегімен мультфильм түсірсек болады. Оны түсіру үшін ChatGPT-ға осындай команда береміз. Мысалы, мен 7-ші сынып оқушыларына атмосфералық қысым тақырыбы бойынша мультфильм түсіргім келеді деп өзімізге керек сипаттаманы береміз. Бізде ChatGPT көрсетіліп тұрғандай әр бөлімге, әр кадрға осы промпттарды жазып береді. Осы дайын болған промпттарды келесі жасанды интеллекттің көмегімен қолданатын боламыз. ChatGPT жасанды интеллекті жасап берген промпттарды Gemini жасанды интеллектінде қолданамыз. Мен мысалы мына көрсетілген промптты Gemini жасанды интеллектіне салдым. Ол бізге дәл қазір фото жасап беретін болады. Көріп тұрғандарыңыздай осындай фото жасады. Дәл осы фотоны жалпы осы промпттарды қолдану арқылы Gemini жасанды интеллектінде біз өзімізге керекті фотоларды жасап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай менде әртүрлі фотолар жасап берді. Дәл осы фотодан енді біз видео жасайтын боламыз. Gemini жасап берген фотоларды біз өзімізге сақтап аламыз. Оны келесі жасанды интеллекті Grok деген жасанды интеллектте қолданамыз. Ол үшін ең алдымен Grok жасанды интеллектіне керекті фотомызды жүктеп, астына сәлем, бүгін біз атмосфералық қысым тақырыбын өтеміз, яғни өзімізге керекті команданы береміз. Аздаған уақыт ішінде Grok жасанды интеллекті біздің фотомыздан видео жасап береді. Бірақ Grok жасанды интеллекті әр фотодан 6-7 секундтық ғана видео жасай алады және әр күнге арнайы лимит беріледі. Міне біздің жасанды интеллектіміздің дайындаған видеосы. Атмосфералық қысым деген не екенін бірге түсінеміз. Осы үлгіде басқа фотоларды да осылай видеоларды жасап алып сақтап аламыз. Ал осы біздің дайындаған видеомыздың барлығы Grok жасанды интеллектінің ішінде сақталып тұрады. Біз оның барлығын өзімізге сақтап, біріктіріп, толықтай бір видео жасай аламыз. Мысалы, менде келесі үлгіде оның дайын болған нұсқасын көрсететін боламын. Сәлем, бүгін біз атмосфералық қысым деген не екенін бірге түсінеміз. Жерді айнала көзге көрінбейтін ауа қабаты қоршап тұр. Осы ауа қабатын атмосфера деп атаймыз. Ауа көрінбейді, бірақ ол бар. Ауа әртүрлі газдардың қоспасы, оның салмағы болады. Жоғарыдағы ауа қабаттары төмендегі ауаны қысады. Біз жерде қысымды сезбейміз, себебі ауа бізге барлық жақтан бірдей әсер етеді. Ал енді айға ұшайық, көрейік, ол жақта атмосфера қысым. Қараңдар, айдың беті қандай ғажап. Міне, мен айдамын, мұнда бәрі басқаша. Тыныштық, ешқандай ауа жоқ, демек атмосфералық қысым да жоқ. Жердегідей ауа бізді жан-жақтан қыспайды. Сондықтан мына скафандрсыз мен 1 секундта шыдай алмас едім. Ол маған қажетті қысымды ұстап тұр. Бұл керемет, айда секіру жердегідей емес. Өзімді супер қаһарман сезініп тұрмын. Айда гравитация әлсіз болған соң, мен биікке секіре аламын. Бұл жерде атмосфералық қысым жоқ, сондықтан мен осылай жеңіл ұшып жүрмін. Ендеше жер мен айды салыстырып көрейік. Жерде ауа бар, сондықтан атмосфералық қысым да бар. Ал айда ауа жоқ, сондықтан атмосфералық қысым да жоқ. Жердегідей ауа бізді жан-жақтан қыспайды. Сондықтан мына скафандрсыз мен 1 секундта шыдай алмас едім. Ол маған қажетті
қысқаша өзім қолданатын кішігірім лайфхакпен бөлісе кетсем, осы ChatGPT-дің көмегімен сабақты қорытындылау мақсатында оқушыларға тест жұмысын немесе сұрақтарды жасап алсақ болады. Мысалы, 7 сынып оқушыларына атмосфералық қысым тақырыбын қорытындылау мақсатында 10 тест сұрағын құрастырып беру командасын бердім. ChatGPT бізге керекті тест жұмысын құрастырып береді. Енді бізге бұл тест жұмысын Google формаға салудың жаңа бір жеңілдетілген нұсқасымен бөлісемін. Менде осы үлгідегі дайын код промпты бар. Дәл осы кодты ChatGPT-ға енгіземіз. Сіздерге де осы код промпты қажет болса, сіздермен бөлісе аламын. Осы дайын үлгідегі код промптын ChatGPT-ға енгізгеннен кейін, ол бізге басқа үлгідегі код промптын жазып береді. Көріп тұрғандарыңыздай осы үлгіде жазады. Осы көрсетілген дайын кодты скопировать етіп аламыз. Енді кез келген Google форманы ашып, осының жоғарғы жағындағы AppScript деген батырманы басамыз. Дәл осы жерде ChatGPT жазып берген кодты осы жерге енгіземіз. Одан кейін біздің осы кодты сохранить етіп, выполнить деген батырманы басамыз. Бізде осындай разрешить деген сөздер шығады. Осының барлығына разрешение береміз, рұқсат береміз, яғни одан кейін осы жерден аздаған уақыттың ішінде бізде арнайы сілтеме шығады. Осы көрсетілген сілтемемен біз оқушылармен бөлісе аламыз. Мысалы, мына көрсетілген сілтемені мен жаңа бір бетке ашып көретін болсам, жаңағы біздің жасаған тест жұмысымызды автоматты түрде осындай Google формаға салып береді. Бұл біздің уақытымызды үнемдеуге көмектеседі деген ойдамын. Міне көрсетіліп тұрғандарыңыздай осы сілтемемен оқушылармен бөлісіп, және мынау жауаптары деген бөлімінде оқушылардың жауаптарын көре аламыз, және өзіміз осы жерге таблица орнатып, оқушылардың кім қанша уақытта жауап бергені туралы ақпараттарды ала аламыз. Осымен менің дайындаған жұмысым аяқталды. Назарларыңызға рахмет.